Жаздың күндері адамдарда іш өту жиі кездеседі. Қазақ медицинасы іш өтуді төмендегідей әдіс-амалдармен емдей білген. Ақ ерменді суға қайнатып ішсе, іш өткенді тез басады. 5 грамм ашутасқа 3 тал жұмыртқаны шикі күйінде қосып, одан кейін араласқан күйінде 150 грамм суға қайнатып, 2-3 күн ішсе, жақсы көмектеседі. Шалғамның 2-3 тал жапырағын суға қайнатып ішсе де ішті тияды. Жантақ шөбі де ем болады. Жантақтан 15 грамм талқандап, күніне 2 граммнан 2 реттен ішсе, әсері жақсы болады. Созылмалы іш өткенге, жем-жеміл мен шай жапырағын араластырып қайнатып ішкен пайдалы. Қой сүйегін отқа күйдіріп талқандап, жарты қасықтан күніне 3 реттен ішкен дұрыс. Қой бүлдіргеннің жапырағында қайнатып ішсе, іш өтуге ем болады. Қазақы емде мәйекті қайнатып ішуде сүзекке айналған іш ауруына жақсы көмектеседі. Іш тыйылмаған жағдайда усарымсақты қабығын аршымай, отқа көміп, шала пісіріп жеу керек. Иленген қамырға усарымсақты қосып, отқа көміп, қамыр піскен соң алып тастап, усарымсақты кіндікке басса, іштің ауырып тұрғанын басып, ішектің қызметін қалпына келтіреді. Қан араласып іш өткенде кірпінің тікеніне 40 буыннан 20 грамм қосып, талқандап ішсе де ем болады. Долананың да емдік қасиеті мол. Белгілі мөлшерде долананы суға қайнатып, аз мөлшерде шекер қосып ішсе, іш өткенге өте жақсы ем болады. Араның кепкен ұясын талқандап ішсе де жақсы көмектеседі. Қой, сиыр сүтінен жасалған қазақтың құрты да өте пайдалы. Қызып тұрған пешке құртты күйдіріп жесе, іш өтіп, тыйылмай тұрғанда көмегін тигізеді. Сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы қаласындағы Мақсат медициналық орталығының директоры, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлы ұсынған кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіз, үнемі осындай пайдалы кеңестерді тыңдай аласыздар. Аман болыңыздар, ағайын.